Атым Нұрлан. Менікі енді бижутерия. Сауда қазір жабайы сауда. Біз интернет арқылы оптом саттық басқа қалаларға. Инстаграм, контакт, фейсбук арқылы. Сол енді біздің оптовиктер, осы Алматыдағы оптовик біз алып жүрген жер. Сіздерде оқып алды да, солар шықты енді біз Инстаграмға. Бізде конкурент болды да, енді олар бізді түсіріп сады. Сол енді қазір неге шығып жатыр? Қытайға, Қытайдың заводына прямой. Сон тікелей, енді сол бір күшті интернет маркетолог тауып алсам. Фарида апайларың осымен жақсы жасады ғой. Фарида апай тек қана сарафанный сатып жатыр. Тек қана сарафанный сатып жатыр. Ол кісі, енді ол кісінің өмірлік тәжірибесі бар ғой, үлкен жастағы таныстарына, кісілеріне барлығын WhatsApp-пен жүрген да, мысалы үйде отырған аналар, мысалы таныстары сондай, ол кісінің үлкен кісілер. Вот соларға жіберіп, таныстары алып солай сатады. Ол кісі интернетпен сатып жатқан жоқ. Негізгі болашағы бар деген нәрсе бар ғой. Интернетке байланысты болса, болашағы бар. Сол кезде неге интернетке байланысты нәрсені табу керек, таңдау керек та? Өте жеңіл. Клиент әкелу бәрі да мына қолмен, мысалы, аяқпен ету деген сөз, жүріп, жаңағы таныстарға WhatsApp арқылы сату деген сөз, кірді, мына каретаға легенге құйып алып, қолмен жуу деген сөз. Ал енді интернет арқылы сату деген сөз, ол стиральный машина автоматты. Мысалы айталық, менде неме бизнес бар, овсяное печенье, сұлыдан жасалған печенье да, сұлыдан. Өте керемет, дәмді өзім жақсы көрем. Соңынан бір жылғы жүріп әгін немесін технологиясын алдым мен. Қазақстанда Миклашов деген бір ғана компания шығарады. Содан бір қазақтың жігітін тауып алып, соған ақша төлеп, анау ұржарға апарып жасадық. Бірақ соны сата алмай отырмын. Неге десеңіз, интернет арқылы ешкім печенье сатып алмайды. Келісесіздер ғой, ешкім печенье сатып алмайды. Оны түгел Магнум, ана дүкендерге тарату керек та, анда 5 пачка, анда 10 пачка, базарға 20 пачка. Шыққан тірлік. Соңғы мен оны қойдым. Хотя технологиясы керемет нәрсе. Сондықтан ары қарай негізгі сендерге мына болашағы деген немене бар ғой, сонда тек қана интернет арқылы бұны заказ беріп адамдар ала ма? Жоқ, алмай ма? Мысалы, сіздің де ораторский искусствода интернет арқылы адамдар біліп, тапсырып, танысып, тапсырыс бере ма, жоқ па? Осы сұраққа жауап беру керек. Егер жоқ болса да істеуге болады. Бірақ істеу қиын ары қарай. Үлкен еңбек талап етеді онда. Не керек саған маңдай терін сөйтіп төгіп, басқа одан гөрі жеңіл жолы бар болатын болса. Мысалы, дөнерді кім секалар, мекалар сол интернет арқылы раскручивать етті ғой да? Иә. Инстаграм арқылы. Табыс енді осы 2 жылда жақсы болды ба басында? Қанша? Күнне жоқ дегенде 30 мың, 40 мың, 70 мыңға дейін барады. Пайдасы, таза пайда, таза маржа. Компанияңыздың табысы не өшпей, не өспей бір жерде тығырыққа тіреліп қалды ма? Олай болса төмендегі сілтемеге кірсеңіз, компанияның өсіру жолындағы талай құпияларымен танысасыз. Қазір енді түсіп кетті. Қазір енді жабайы бизнес болып кетті. Неде базарда, зеленый базарда, неде солай. Енді жизненный цикл товары деген болады. Кез келген бизнес кейде бүйтіп өседі, шыңына жеткеннен кейін құлайды. Естеріңізде болса, скутер келген кезде алғашында бір скутерден 50 мың теңге дейін пайда тауып жүрді. Хотя бы 10 скутер сатып жүрсең, ана скутер емес, аяқтың астына немене да? Сегвей. Біреуінен 55-60 мың теңге тауып жүрді. 10 сату деген түкке тұрмайды да, 10 сатсаң 600 мың теңге. Бірақ қазір сегвейді толтырып тастаған соғытшалық уже ол құлады. Өзінің немесе бүйтіп шырқау шегі болады, құлайтын немесі болады. Кез келген бизнесті. Сонда негізгі кім жеңімпаз? Кім ана шырқау шегінде шығып кетсе? Да, ана неменеге түспей тұрған кезде. Ана неменемен спиннер деген бәле болды ғой. Айландыр. Алғаш келгендер қаймағын алып алды да, құлаған кезде кіргендер убытыққа кірді. Біздің арамызда да болды, сонда осында келгендер тыңдамай соған кірді, құлаған кезде. Сондықтан тура бокстағы сияқты жасы келген кезде жеңілмей кетіп қалу керек қой. Да, уақытында. Қазір Головкинға да кетсін деп жатыр ғой, мысалы, да, ары қарай таяқ жеп, нете беріп, жастар өсіп келе жатыр. Тура сол сияқты жаңағы бизнесінде құлдырау кезеңі ме деген енді былай немене бар да. Бірақ не сұраныс бар? Әлі сұраныс бар. Иә, сұраныс бар. Сол енді сайттар дамыту керек та соның бәрін. Енді ақырындап сол. Егер бұл жерде былай ғана болады шығар, тек қана заводқа тікелей шыға алса, басқаларға қарағанда арзанырақ баға бере алсаң, басқаларға қарағанда ассортимент бере алсаң, басқаларға қарағанда жаңа дизайн нәрсе бере алсаң, соны сайт арқылы, мысалы, мелкий оптпен алатындарға қарағанда, крупный оптовиктің ішіндегі ең тәуірін іздейді да, ең мықтысын іздейді. Соны мықтысына айналамын деген сенде сенім болатын болса, онда жалғастыру керек. Жақсы, осы жерде үйренесің, сайт жасау, видео жасау, бәрін үйреніп, одан кейін. Рахмет.